Aynaların balık aylar. Zihinlerin göndeği açılsın. Oyların temizliği terin olsun. Akıl balıların belge dolup, kömül gözyeğinin geliği versin. Talağın tam bassın. Yerlerin yelde şafakat çarsın. Жарып көндей нұрлы болыңдар. Жақсылықтарына жұрттың сүйсінер болсын. Әумин. Енді бір-бірін деп келіп, белгісіз кейіптерін алайық абайламасын. Келе ғой, бірінші топ кел. Талабың тау болсын дейді. Отырамыз. Алды. Елге пайдам тисін дейді. Қаны берген. Келмесі деді келе ғой балалар. Еңбегің елеулі болсын дейді таңыз берген. Терең ойлы бол дейді саған. Жасында я бағын еңселі болсын дейді. Болмасан да менен жүректі теңдей ұстайды. Бағын тілекті алдық па? Ортаға бірінші топ шығып, топқа бір неміс келді. Бірге кітаппен алып келді. Димаш, үшінші топ, анашқа барамыз. Үшінші топтағы мына жаққа тұрады. Мысалы. Енді үшінші топ Димаштың қасына барамыз. Екінші топ алып келді. Екінші топ мына жаққа. Асан мектепке барады, сөйлемдегі зат есімді табыңыз. Мектеп. Асан неге асан? Өткен ол кім деген сұраққа жауап береді. Асан. Дұрыс. Қай сөз зат есімге жатады? Дұрыс. Кітап негізінде сұрақ қояйықшы? Қайсысы зат есім? Тағы да. Ал өрт деген ше? Қандай бұл? Жүгіру деген? Сұрағы? Бастайсың. Балалар алаңда ойнап жүріп, сөйлемдегі зат есімді табыңыз. Жарайсыздар, өткенді пысықтап алды. Енді әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Қараңыз оқушылар, суретке қарайықшы барлығымыз. Суретте не көріп тұрмыз? Етік. Енді бекусты шеше, сол арқылы біз осы сабақтың жұмысын анықтаймыз. Етіктен нені алып тастадық? Судан ал үтіктен өні алып тастағаннан не шығады? Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Оқуымызды ашамыз, 107-ші сабақ. Ашып алдық па? 107-ші сабақ, 74-ші бет. Енді оқушылар, келесі сабақта зат есімдегі оның түрлерін таныстық. Зат есім деген не еді? Ал енді етістік дегеніміз не? Яғни етістік заттың қимыл әрекетін білдіреді. Оның сұрағы не себебінен не қай? Яғни адамның
ашамыз. Бүгінгі күнделікті жазамыз. Енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Мәтінді көріп тұрмыз ба? 10-шы жақты бұл. Барлығымыз қараймыз. Мен оқимын, ең алдымен сосын ішінен бетікті табамыз. Қарадық ба? Аю жыртқыш аң. Әр аюдың қоректенуі әртүрлі. Ақ аю, итбалық және басқа да жануарлармен қоректенеді. Кейде шөп кейде жайылады. Гризли аюы шөп, жидек, жаңғақ жейді. Ләкин не туралы екен? Аю туралы, иә. Аюдың не жейтіні туралы екен. Енді мәтіннен нені табайықшы? Етістікті табайықшы барымыз. Жайылады. Қоректенеді, жейді. Енді осы мәтіннен 10-шы жақтың кейінде етістіктерді көшіріп жазып шығамыз. 10-шы жақтың кейіміз. Қоректенеді. Екіншісі жайылады. Сосын кейін жейді. Осы үш сөзді жазып тұрғанымызға бір көшірмейміз. Етістіктер жазып. Бірге болдық қой, иә? Енді қаламды қоямыз ортаға. Тапсырма орындаймыз. Топтық тапсырма беремін әрқайсымызға. Мына жерде суретте әріптер берілген. Осы әріптердің мына жан-жағына етістік жазып шығамыз. Мысалға ж әрпімен келетін қандай етістік бар? Жел. А әрпімен келетін? Алма. Айналды. Осылай жазып шығамыз. Топ бойынша жұмыс жасаймыз. Осы күннің жан-жағына жазып шығыңдар, иә? Бірінші я қоректенді деуге болады. Тапасаңда пішірейік. Екінші топ бірінші болды. Орнымыздан тұрамыз да. Білмеледі. Алдар оқи бар. Баттыр. Бірінші топ, мен орында тұрамын. Қай оқисың? Әрқайсында бір Айналды. Жеді. Қоректенді. Жарайды. Olur, ya? Енді үшінші топ. Орында тұрамын. Ұйықтады. Мына сурет тақтада не көріп тұрмыз? Суретте ал мына жерде ағаш. Осы ағашты енді біз алмаға толтыруымыз қажет. Қалай толтырамыз? Етістіктермен. Қазір мен сіздерге алмадағы сөздерді оқып, етістіктерді ғана осы алма ағашына тіркейміз, ал қалған керексіз сөздерді мына қоқыс жәшігіне саламыз. Түсінікті ме? Иә. Енді бірінші топ келеміз. Дауыстап оқимыз. Айта ғой, ортаға шығып айтамын.
Yetti bir-biriga jabstiramiz. Keldi qanday so'z sabab? Ya, durust. Jabstiramiz. Ochdim. Yetti. Yurgizdi qanday? Yetti. Durust. Davgir o'qi. Yedi. Bo'ldi, yettitaga keyin o'tiramiz. Kelasi to'p kelyapti. Ustaz. Yetti bormi? Ustazga yettimi? Yo'q. Qanday sabab? Uni o'xshashligini sabab. O'tkani u boshqasi sabab ya. O'xshashligini sabab. Ya. Meniki qanday? Ya. O'ynadi. Yetti qalam qanday? Aynur maktabga keldi. U sinfda sizda sabab o'qidi. Men kitob o'qidim, men sho'rin ichdim, men o'tpasim, men sevindim. O'z sevinishni nima deyish kerak? Keldi, o'qidim, ichdim, sevindim. Davratim bo'ldi. Yigirish sevim qurasanlar chekkalibdi. Shu ishda saya vaqtda sevindim. Jaraysiz. Menda yetkazib Sevindim, men suv ichdim. jaraysiz. Maktabga keldi, saboq o'qidim, dalada sevindim, suv ichdim. Uzoq sinf quribdi-ya. Endi o'quvchilar, biz hozir to'p bo'yicha jarayatni bo'lamiz. Ma'nan har to'pdan bir o'quvchidan hajat. Javob. Ba'zi hajatlari birinchi to'pga hajar, ikkinchi to'pdan ta'miriy, uchinchi to'pdan aybiy javob. Endi mana yoshdagi, kelgan yoshlik qanday? Bu ishda so'roq bor. Kim bir javob beradi? So'l bir javob bersang deb bir qadamga oldiga sho'shaydi. Birinchi so'roqdan keyin birinchi so'roqqa hajar javob beradi, qani boya aytamiz. Yettitlik deganimiz ne deydi ekan? Yettitlik degan. O'qisana qarab aytaman. Yettitlik deganimiz odamlarning is-harakatini bildiradigan so'zlar. Jaraysiz. Sen qaytdingmi? Birinchi to'p durust javob berdi. O'tira bor. Endi sen qanday bo'l? 13-chi so'roq. Plus bonus. Bu yerda bir bonus bor. Sen eshitdingmi? Ya, ularga telefon qo'yib bergan.